Өлейін десем ақшам жоқ. Әңгіме авторы Пернебай Сапаров. Қазақ тілді контентті дамытып, мән-мағынасы бар әңгімелер топтастырылған каналдың дамуына үлгіс қосу үшін видеоға лайк басып, пікір жазып кетіңіз. Өлем деп ойладым. Өлгенде бекерден бекер өле салмайсың ғой, просто қатынымның жұрттың өзіңдей еркектері деген сөзі өтіп кетті да. Өзім пәтер жалдап тұрамын, айлығым жер алып, үй салуға жетпейді, қарыз деген шаш етектен. Ханым басыма шауып тұрғанда, жұрттың еркегі де бәле болды. Бәленшенің байына қараш әні деген сөзден-ақ жүйкем жұқарып бітті. Қыз күнінде сіз деп сызылып тұратын сыпайы қатынымнан бұл күнде жұрнақ та қалмаған, бірдеңе айтсаң, бетіңнен алып, төсіңе шауып тұрады. Табысың мардымсыз болса қатын екеш қатынға да абыройсыз екенсің ғой. Бәрінен құтылудың ең тиімді тәсілі өле салу еді. Бұл қатыныммен кезекті ұрыстан кейін басыма келген соңғы ой нақты шешімім болатын. Сол қарқыныммен сарайға кіріп асылатын жіп іздеп жүргем, тапқаным да сол, қожайыным жетіп келгені. Өй, тыныштық па? Не істеп жүрсің менің сарайымда? Бұл құрып кеткір сарай екеш сарайда менікі емес екені сонда ғана есіме түсті. Өлейін деп жүрмін. Шаршадым бәрінен. Басқа өлетін жер таппадың ба? Нағылды. Қой айналайын, өлесің ба, басқа жерге бар. Ертең сен тұрсаң асылып, мен жүрсем Лисаға жауап бер. Басыма бәле тілеп алар жайым жоқ, айналайын, шық былай. О, сұм дүние десеңші, мен өлейін деп тұрсам, қожайын өз басының тыныштығын тілеп тұр. Қой айналайын, ашуыңды бас, қазір кім жетісіп жүр дейсің деген сияқты жылы сөз күткем негізі. Аптығым басылып қалды, сонда да бой бергім келмей, ешкім мазаламайды. Өз еркіммен өлдім деп қағаз жазып кетем деп далбасалап кеттім. Қожайын көнбеді. Көнбек түгілі келін, келін деп үй жаққа қарап айқайсап, қатынымды шақырып алды. Оның да ашуы оңайлықпен басыла қоймайды, шашы жалбырап, етегі далаңдап лезде жетті. Ойбай-ау келін, мынауың өлем дейді. Тым құрыса күйеуің де деген жоқ, мынау. Кім? Мынау да. Әйелім мынаудың кім екенін енді түсінгендей бетіме ажырайып қара. Өлем дейме? Сөйтеді сарайда апыр-топыр шашып жіп іздеп жүр. О, сорлы деді қатыным. О, сорлы, өлгішін қарай көр бұның. Мен де соны айтамда деп қожайын қыстырылды. Сен сұмырай, неменене жетісіп өлмексің. Сенің түгің кетпейді, өлесің де кетесің. Екі ортада мен сорлайым ғой. Өлгенде 9 адам сынап келеді, біреуі жылап келеді. Сенің жетісің, 40-ың, бейшембілігіңді өткізу менің сорым болады ғой. Қазір 100 күндік деген шыққан деп қожайыны құрғыр тағы қыстырылды. Соны айт. Өлім бардың малын шашады, жоқтың артын ашады деген. Жұма сайын пісіріп аруаққа құран бағыштап отырмасаң ұятты деп қожайыным үлкен ықыласпен тағы қыстырылды. Әйеліммен бірінші рет ұрысуым емес, бірақ мақалдатып ұрысқанын бірінші рет көруім. Қожайыным қоштап ол бастап біраз жерге барды. Сөзінен түсінгенім, өлсем көмусіз қалады екем. Қысқасы, менің өлімім ол үшін қып-қызыл шығын, сол шығынымды өтеп алсам болды, жолымнан қалдырып, етегінен тартайын деп тұрған ешкім жоқ. Жақсы ит өлігін көрсетпейді деген. Өлесің ба, шығыныңды жауып кет. Саған бола тыраштанатын жайым жоқ деп қатыным тоқ етерін айтты. Бір қарағанда оныкі рас еді, өлуін мен өлем, ол байғұс, аназама дастархан жасап, басыма тас қойып. Қой, құрысын, шығынымды жауып кетейін деп ойладым. Ары-бері ойлап өзімді көметін спонсор табуым керек деп шештім. Шешкенде бұл мәселеде көмек беретін бір ғана адам, бала күннен бірге өскен досым Асан еді. Ол қазір жеке кәсіпкер, аудандық мәслихаттың депутаты, жағдайы жақсы, қалтасы қалың. Қатыным айтатын, жұрттың еркегі. Салып ұрып соған бардым. Бардым ғой, алдына зорға кірдім. Обалы не керек, жақсы қарсы алды. Хатшы қызға шай алдырды. Шай үстінде жағдайымды, неге келгенімді сұрады. Болары болды, не жасыратыны бар, өлетінімді айттым. Асан досым ұзақ ойланды. Көзім бір нүктеге қадап ап, облыс көлеміндегі мәселені шешкелі тұрғандай ыңыранды кеп. Менде де үн жоқ, шәйнектегі тегін шайды сораптап отырмын. Әлден уақытта Асан тілге келді. Сені ауылға апарып қоямыз ба, әлде осы қалада қоямыз ба?
Досымның бұл сөзі саған төсекті төргі бөлмеге салайық па, әлде далаға жатасың ба дегендей жайбарақат шықты. Ауылда әке-шешем жатыр. Туған жерім ғой. Дұрыс қой, бірақ менде уақыт тапшы, өзің білесің. Мейлі онда қалада қала берейін. Екеуміздің әңгімемізді сырттан естіген кісі мені әскери борышын өтеп қайтуға барады екен деп ойлаған шығар. Қалада қалғанда дайындап қойған жерің бар ма еді? Алғашында әзілдеп отыр екен деп ойладым. Ойбай-ау, қалада жерім болса, моламды салғанша үй салмайын ба? Асанға осылай дедім. Сонда сен маған зираттан жер әпер деп отырсың ба? Енді ыңғайына қарай көрсең. Ой, айналайын, сен ол жақтан жер алу қанша екенін білесің ба? Сенің өлуің ештеңе емес, моладан жер алу керек, одан кейін қатарынан кем болмауың үшін басына кесене тұрғызу керек. Қысқасы, Асан досым спонсорлықтан бас тартты. Тартқанда түбегейлі емес, сен алдымен жеріңді дайындап ал. Басқасын мен көтерейін деп жомарттықтың тамаша үлгісін көрсетті. Ол да болса көңілге демеу, асылып өлетін арқанымды жоғалтып алмай тұрғанда, жататын орнымды ыңғайлап алайын деп ішіндегі молатым. Барсам, ол тобай, тоба. Шынымды айтсам, өліктердің жатын жайы менен әлдеқайда ілгері екен. Осы біз қаладағы кейбір байлардың үйіне қызығамыз ғой. Керемет екен деп. Мұндағы кейбір өліктердің басына соғылған кесене кереметтің өзін таң қалдырады. Кесене түгілі біреулердің басына қойылған тастың құны мен секілді 10 шақты байғұстың 1 жылдық табысы шығар. Дұрыстап өлудің өзі де бір бақыт екен ғой. Қой деп ойладым мен. Өлген соң жұртқа күлкі болмай дұрыстап өлейін. Мен де біл әулеттің азаматы едім ғой. Пәленшенің басында белгі таста жоқ деп аузы жеңіл біреулер ертең молама күлер, сол оймен сүмірейіп үйге қайттым. Банктен хабарласты. Несиені төлеңдер дейді деп әйелім табалдырықтан аттамай жатып тағы бір міндеттеме жүктеді. Демек кесенеге емес, несиеге ақша жинау міндеті тұр алдымда. Тірі адамға тіршілік бітпейді ғой, сол оқиғадан кейін 6 жыл өтті. Күні кеше несиемді төлеп біттім. Енді кесенеге ақша жинауым керек еді, тек бала өсіп қапты. Менің пәтерден пәтерге сандалғаным жетер. Тым құрыса балам өз шаңырағында отырсын деп енді балам үшін ақша жинап жүрмін. Соған кішігірім баспана тұрғызып берсем, сосын өзіме. Оған дейін өзім де бір жақты болармын. Зәулім кесене болмаса да, кең даланың бір бұрышынан тоқымдай жер тиер. Әкем салған баспана еді деп мені төргі бөлмеге сақтап қоймасы анық, Ленин емеспін ғой. Ал әзірше өлейін десем ақшам жоқ.